الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, Алла қаласа бүгін біз Мабдул Қират кітабының бірінші томының 17-ші дәрісін өтеміз. Өзіміздің үйреншікті әдетімізге сай, ең алдымен осы сабаққа қатысты менің дайындаған парақтарымызға көз жүгіртейік. Бірінші том 17-ші сабақ. Бүгінгі сабақта келген сөздер бізде жалпы негізі екі тақырыпты қозғайды. Біріншісі ол бізде құрал саймандарды білдіретін сөздер көбісі, яғни балта, балға, ара деген сияқты құрал сайманды білдіретін. Сарфта оны исмул әла дейді, яғни құрал мағынасын беретін сөздер. Оны қалай жасау керек деген сияқты ережені біз Алла қаласа бүгін талқылаймыз. Екіншісі, бүгінгі сабақта бізде сын есімдерді береді көбірек. Үлкен, кішкентай, ұзын, қысқа деген сияқты сын есімдерді береді. Бірақ сын есімдер деген тақырыпты біз 11-ші сабақта өткен болатынбыз. Сол себепті 11-ші сабақты қайталап көрсеңіздер болады. Сонымен қатар, бүгінгі сабақта антоним сөздер, бір-біріне қарама-қарсы мағына беретін антоним сөздер келген. Мысалы, ұзын, қысқа, үлкен, кішкентай деген сияқты. Бірақ антоним деген сабақты бөлек бүйтіп ешкім бере алмайды, өйткені ол нәрсені біз тек қана словар арқылы білеміз, сөздік арқылы ғана білеміз. Сол себепті біздің бүгінгі сабағымызда осы сөздерді талқылаймыз, Алла қаласа. Одан кейін құрал мағынасын беретін сөздер қалай жасалады араб тілінде, сол нәрсе жайында тоқталып өтіп кетеміз. Бірінші сөз бізде фәс деген сөз. Фәс, көпшесі фуус немесе афус. Бұл балта деген мағынаны береді негізінен. Балта, сосын кетпен дегенде мағынасы бар. Кетпен, жерді кәдімгідей оятын кетпен. Сонымен қатар осы сөзге мағыналас арабша балта деген сөз бар. Балта, кәдімгі қазақ тіліндегі балта деген сөз, Енді осы зат есімнің етістігі бізде фәәсә, яфәсу, оның маздары фәс. Фәс. Фәәсә деген сөз балтамен шабу, кесу дегенді білдіреді. Сонымен қатар, мысалы сіз егер тамақты опырып жеу алатын болсаңыз, фәәсту таама деп айтасыз. Фәәсә, яғни жеу деген сөз, опырып жеу дегенді білдіреді. Келесі сөз бізде миншар, көпшесі манаширу. Миншар, манашир, бұл бізде ара, аралайтын, пила. Сонымен қатар осы сөзден туындап келіп, абу миншар, араның әкесі деген сөз негізі, бірақ та арабтарда кейбір зат нелер, мысалы абу деп қойған кезде, ол соның әкесі деген мағынаны білдірмейді, ол жалпы сол мағынада жиі қолданылады деген сияқты білдіру үшін сөйтіп нетіледі. Немесе соған ұқсас, қатты ұқсайды деген сияқты. Мысалы, әбу илм дейді. Ғылымның әкесі деген сөз емес, ол ғалым деген сөз. Әбу илм. Тура сол сияқты әбу миншар деген бұл ара балық, рыба пила дейді ғой, ара балық. Соны кәдімгі суда жүзіп жүргенде ол араға ұқсау себепті оған әбу миншар деп ат қойған. Ал миншар ол жалпы бізде ара, және ол бізде нәшара яншуру деген етістіктен туындайды. Маздары нәшрун. Нәшара яншуру дегеннің бірнеше мағынасы бар. Біріншіден ең көп жиі қолданылатын, мысалы, обычно мен бірінші бұл сөзді естісем, нәшара деген сөзді естісем, мен бұны жаю деп түсінемін. Ең жиі қолданылатын мағынасы жаю, жариялау, халыққа тарату, басып шығару, яғни хабарды. Хабарды жайып жіберген кезде, кітап қып шығарған кезде, газетке жариялаған кезде, сол кезде нәшартул хабара деп айтамыз. Хабарды нәшарту, таратып жібердім деген сияқты. Тура сол сияқты бұл сөзді иіске қатысты қолдануға болады. Мысалы, иістің жайылуы, аңқыту, иісті шығару, шашу, тарату деген сияқты. Немесе сәулеге қатысты айтылады. Сәуле шашу, сәуле тарату деген сияқты, Одан кейін бұл сөздің төсеу дегенде мағынасы бар. Жаю, стөлдің үстіне, жерге деген сияқты. Төсеу, жайып қою. Мысалы, туды столдың үстіне жайып қойған кезде, жалауды деген сияқты. Нашартул алама, жаңағы нені жалауды жайып қойдым деген сияқты. Сосын сонымен қатар шашу дегенде мағынасы бар. Енді мына барлығы сол бір мағынасы, ұқсас мағыналас. Шашу, себу, мысалы дәнді сепкен кезде жерге, мысалы айтайық, нашарту әл-бәзра немесе әл-бидра деп айтамыз, нашарту, шаштым деген сияқты. Жалпы бұның барлығы осы төрт сөздің төртеуінде де бізде шашу, жаю деген мағынамен келеді. Бұл ең негізгі мағынасы, нашара деген етістіктің. Ал енді миншар, араның шашумен қандай қатынасы бар дейтін болсаңыздар, жоқ. Нашара дегеннің екінші бір мағынасы бар, ол аралау, ағашты аралау. Нашарту мысалы айтайық, аш-шажарата, нашарту әл-хатаба деген сияқты мысалы. Ағашты араладым деген кезде нашара деген естікті қолданамыз. Осыдан бізде туындап келіп, нашара миншар деген нәрсе шығады, яғни аралайтын құрал деген сияқты. Біз бұған қазір тоқталамыз иншалла төменде.
Сол себепті бұған қатты уайымдап нетпеңіздер. Мынау мысалы балта деген сөз болсын, миншар ара деген сөз болсын, екеуі де құрал. Балта деген шабатын құрал, миншар аралайтын құрал, иә, жалпы. Нашара деген етістіктің, нашара деген мысалы, нашара яншуру, нашрун болып келгендегі бір сөз несі бар, маздар, сосын барып нашара яншуру, нашрун және нушур дегені бар. Бұл бізде жалпы хадистерде, Құранда жиі кездеседі, осы мағынамен бұл бізде тірілту деген сөз. Адам өлгеннен кейін қайта тірілту, жан беру, жандандыру, қайта тірілту, өлгеннен кейінгі тірілту, осыны нашр дейді. Иә? Сол себепті яумун нашр дейді. Қайта тірілу күні дейді, яумун нашр. Осындай да мағынасы бар. Демек, нашара яншурудың нашру нушурун деп келген маздармен келген кезде қайта тірілту дегенде мағынасы болуы мүмкін, немесе нашараның аралау деген мағынасы болуы мүмкін, немесе жаю. Жаю, тарату, немесе жаңағыдай иіс болса, сәуле болса, шашу, шығару деген сияқты сондай мағыналар бар. Осындай үш түрлі мағынамен кездесуі мүмкін. Оны қалай ажыратамыз? Контекстпен ажыратамыз. Қандай контекстте келіп тұр, қандай мағынамен қолданып тұр деген сияқты. Келесі сөз бізде митрақ. Митрақ немесе митраққа екеуі тең мағына. Бұл бір штук деген сияқты нәрсе емес, екеуі де тең мағынада қолданылады. Митрақ, мистара деген сияқты. Мистара, екеуі де сызғыш, тура солай. Митраққа, екеуі де балға деген сөз. Көпше түрі матариқ. Тоқпақ деп айтады. Тоқпақ деген ертегі болған, біздің кішкентай кезімізде оқитынбыз. Енді бұл митрақ деген сөзіміз балға, яғни ұратын құрал деген сөз, балға, яғни тарақа деген етістіктен туындайды. Тарақа, ятруқу, бұның мағынасы тоқылдату. Бүйтіп қабырғаны, столды бүйтіп кәдімгі тоқылдатып дауыс шығарып тұрып ұрсаңыз, тарақту дейді. Тарақа ятруқу, тарқун. Есік қаққан кезде обычно тарақтул баба деп айтамыз. Есікті тоқылдаттым. Тоқылдату, қағу, соғу, ұру дегенді білдіреді. Сонымен қатар тарақа дегеннің екінші бір мағынасы жол салуды білдіреді. Жол салу. Үшінші бір мағынасы бар, бұның бару дегенді білдіреді. Бару, жүру, кіру. Мысалы бір жерге кірген кезде тарақту или мәканин фула бәлен деген сияқты, бәлен деген жерге кірдім, бардым деген кезде тарақту деп айтамыз, немесе түнде жүрген кезде айтылады. Түнде бару, жүру, келу дегенді тарақа дейді. Көбінесе тарақа деген етістік бұл жүруді білдіреді, және түнгі уақытта жүргенді білдіреді. Көбірек сол мағынада қолданылады. Демек, бұныңда да үш мағынасы бар екен. Тарақа, тоқылдату, кәдімгі қағу, ең көп қолданылатын мағынасы осы. Одан кейін жол салу, тариқ деген сөз осыдан шығады. Тариқ дейміз ғой, тариқ жол. Осыдан шығады, және үшіншісі бару, әсіресе түнде жүруді білдіреді. Осындай үш мағынасы бар. Енді бізге бұл жерде керек мағынасы бұл біріншісі тоқылдату. Демек, мынау митрақ дегеніміз тоқылдататын құрал, қағатын құрал, соғатын құрал деген сөз. Түсініңіздер ғой, ары қарай келесі сөзіміз біздің микнаса, көпшесі мәкәнис. Мәкәнис бұл бізде сыпырғыш, веник. Осы сөзден туындап келіп, қазіргі заманда бізде шаң сорғыш, яғни пылесос, соған қатысты микнасатун кахрабаия. Кахраба деген сөз электр болса, кахрабаия деген сөз электр, микнаса сыпырғыш, яғни электр сыпырғыш немесе кәдімгі шаң сорғыш, пылесос. Бұл микнаса дегеніміз біздің канаса якнусу деген етістіктен туындайды. Оның маздары кәнс. Кәнс деген сыпыру деген сөз. Іс-әрекеттің атауы кәнс, сыпыру. Оның етістігі канаса якнусу. Сыпыру, сүрту, сүру деген мағынаны білдіреді. Ал егерде канаса якнису деп айтатын болсаңыз, имен. Олда да кәнс мағынасы. Бірақ та канаса якнису мен айтатын болсаңыз, ол тышқандарға қатысты айтылады. Тышқан, егеу құйрық, қара құйрық сияқты, кішкентай тышқан сияқты сондай размердегі жануарлардың індері болады ғой. Сол өзінің ініне жүгіріп барып кіріп кеткен кезде соны канаса дейді. Канаса фи мысалы жухрихи, өзінің ініне барып жасырынып қалды дейді. Сонда канаса якнису дегеніміздің бір мағынасы інге барып жасырыну, именно өзінің ініне. Екіншісі канаса якнусу, ол бізде сыпыру деген сияқты. Енді біз жаңағы тышқан жүгіріп барып ініне кіріп кететін болса, өзінің іні ме, біреудің іні ме, оны біз білмейміз, бірақ жалпы айта береміз. Канаса аль-фару деп айтамыз мысалы, фи жухрихи. Канаса аль-фару фи жухрихи. Фар жаңағы тышқан, канаса фи жухрихи, өзінің ініне жүгіріп барды, жасырынып қалды деп айтамыз. Келесі сөз бізде бұл уже құрал емес, бұл исмул фаил. Істі атқарушы, муджтахидун. Көпшесі муджтахидуна. Ынталы, ыждахатты, қатты тырысушы деген сөз. Бір нәрсе істеген кезде терді төгіп тұрып жасайтын адамды муджтахид дейміз. Көбінесе бұл ғылымға, білімге қатысты айтылады, білімді терлеп тұрып алушы, кәдімгідей оқушы, сондай адамды муджтахид дейміз. Және де бұл бізде бұған ұқсас араб тілінде жиі қолданылатын сөздердің бірі бізде дауп деген бар, сосын муджиддун деген бар. Дауп, муджиддун бұл екеуде де жаңағыдай бір нәрсе істеген кезде кәдімгідей жан тән беріп тұрып, қайта тоқтамай істей беретін адамды сондайды білдіреді. Сондай-ақ бізде муджтахид дегеннің кәдімгідей термин ретіндегі мағынасы бар. Муджтахид дегеніміз ол
ғалымдар бар ғой, мысалы діни саладағы ғалымдардың ең жоғарғы дәрежесі. Өздері Құран аяттарды қарап отырып, кәдімгідей фәтуа шығара алатын ғалымдарды мужтахид ғалым деп атайды. Иә? Бұл сөзіміз біздің мужтахид, бұл 8-ші баптағы ижтихада деген сөздің исмул фаилі. Исмул фаил іс атқарушысы. Яғни ижтихада деген етістік болса, ынталану, қатты тырысу, ыждахатпен жасау, жігермен жасау, тістеніп тұрып жасау деген сияқты мағынаны білдіретін етістік болса, содан туындап келетін исмул фаил, соны жасаушы адам, ол мужтахид болады. Ижтихада 8-ші бап, және бұның маздары ижтихад, иә, қазақша ижтихад деп айтып жатамыз ғой, сол міне. Ижтихад дегеніміз не? Ол ғалымдардың терең зерттеу арқылы белгілі бір шешім жасауы. Фәтуасы былайша айтқан кезде. Ғалымдар бір шешім шығарған кезде просто так отырып, мына бір хадиске қарай салып, мына жерде бүйтіп тұр екен, міне осындай бұның фәтуасы деп ора салмайды. Олар қандай да бір мәселеге келген кезде, сол жайында қандай аят айтылды, сол жайында қандай хадистер келді, сол жайында сахабалар не деді, сол жайында табиғиндер не деді, соның бәрін жинап алып келіп барып, қорытып барып, ережелерге салып барып қана шығарады фәтуаны. Соны ижтихад дейді. Ижтихад, иә? Ол жай ғана айта салатын ой емес, ол ижтихад деген кәдімгідей былайынан қатты тырысып, ыждахатпен зерттеп барып қана шығарылатын ой. Келесі ары қарай сөздер біз енді жаңағы сын есімдерге қатысты сөздер басталады. Кәсләну, фә'ләну формуласымен келіп тұр. Кәсләну 11-ші сабақты оқыңыздар, сол жақта сын есімдер туралы ережелер оқылған. Сол жердегі фә'ләну формуласымен келетін сөз мынау. Кәслән деген сөз жалқау деген сөз. Ең негізгі мағынасы жалқау, еріншек, енжар. Енді осы кәсләннің көпшесі бізде кусәлә, немесе кәсәлә, немесе кәсләнуна, ертегінде. Мынау бізде бірінші тұрғаны ертегіндегі сөз. Қыз балаға кәслән деп айтпайды. Бұл ұлдарға ғана айтылады. Ахмад кәслән, Руслан кәслән. Көп адамдар, ер адамдар тұратын болса, хаулай кусәлә, мыналар еріншектер. Хаулай кәсәлә, немесе хаулай кәсләнуна деп айтамыз. Қыз балалары болатын болса, оларға кәслә деп айтылады. Өйткені фә'лән формуласының әйел тегі фә'лә мен жасалады. Кәслә, қыз бала. Мысалы, Мәриям кәслә, Мәриям жалқау. Көп қыздар тұратын болса, оларға да күсәлә деп айтылады. Мынау бірінші немен. Немесе кәсләнәт болады. Кәсләнәт. Мынаның кәслән деген сөзді алып, әт қоса салған сөйтіп. Демек, мынау екіншісі бізде әйел тегіндегі тұрған сөздерге. Жекеше тұрған қыз болатын болса, Мәриям болса, Мәриям кәслә деп айтамыз. Мәриям жалқау. Егер де 3-4 қыз тұратын болса, хаулай күсәлә. Немесе хаулай кәсләнәт болады, осылай болады. Және де осыған ұқсас сөз, адамды жалқау деп айтқың келетін болса, кәсул деп айтасың. Кәсулун, кәсулатун деген сияқты. Сосын кәсилун деп айтады. Кәсилун. Бәлен түген кәсил, мысалы. Руслан кәсил. Руслан жалқау. Кәсул деп айтылады. Бұның барлығы осы жалқау деген мағынаны білдіреді. Енді осының етістігі бізде кәсилә яксалу. Кәсилә яксалу. Мен еріндім деген кәсилту. Сен еріндің кәсилта деп кете береді. Осы шағы аксалу. Ерініп тұрмын. Кәсилә яксалу. Сосын несі бұның маздары кәсәл. Кәсәл. Кәсәл деген не? Кәсәл дегенде бір оқыған кезде кесел деп, ауру деп түсініп қалуыңыз мүмкін қазақша, бірақ негізі кәсәл деген еріншектік, жалқаулық деген сөз. Жалқаулану, еріну, енжар болу, бос сандалу, бос сенделу деген сияқты мағыналарды білдіреді. Келесі біздің неміз сөзіміз бұл, мынау қараңыздар, бірінші мужтахид деген сипат айтылды, соған қарама қарсы мулат дейді, антонимі кәслән айтылды. Мужтахидтің қарама қарсысы кәслән. Енді келесі сөз бізде кәбир деген сөз, үлкен, үлкен. Бір ғана адам тұрса, раджулун кәбир, иә? Немесе Мухаммадун кәбир дейміз, Мұхаммед үлкен дейміз. Көп адам тұратын болса, кибар дейміз, және кубара дейміз. Кибар, кубара. Естеріңізде болсын, бауырлар, сын есімнің мынандай көпше түрлері адамдарға ғана қатысты айтылады. Кітаптарға, тағы басқаларға айтылмайды. Түсініңіздер ғой, мынау кәбир деген сөз кез келген затқа айтыла береді, адам болсын, сиыр болсын, кез келген нәрсеге. Көпше түрлері адамдарға ғана айтылады, жындарға, періштелерге ғана айтылады. Яғни ақылы бар жаратылыстарға ғана айтылады. Риджалун кибар деп айтылады. Риджалун кубара дейді. Бірақ кутубун кибар деп айтылмайды. Енді рұқсат етілетін жағдайлар бар, оны болашақта өтеміз, бірақ жалпы біз кітаптар үлкен деп айтатын болсақ, кабиратун деп айтамыз. Женский родпен жекеше түрмен айта саламыз. Үлкен кітаптар десек, кутубун кабиратун деп айтамыз негізі. Бірақ кейбір жағдайда рұқсат етіледі, бірақ оны біз болашақта өтеміз. Әзірше сіздер өйстіп үйреніңіздер. Мынау көпше түрлер тек қана жанды нәрсеге ғана қатысты қолданылады. Сын есімдердің көпше түрлері тек жанды нәрсеге қатысты қолданылады. Түсіндіңіз ғой? Мысалы, мынау кусәлә, кәсәлә, кәсләнуна деген бәрі адамдарға ғана қатысты қолданылады. Өйткені жан-жануарға келетін болса, оларға кәсләнәтун немесе кәслә деп қана қолданылады. Кәслән, кәслә деп осыларына қолданады. Кейде мынаны тәмарбута қосып қолданатындар бар. Сол үшін айтып жатырмын. Анау
көпше түрде сын есімдердің көпше түрлері ол адамдарға, жындарға, періштелерге ғана қатысты қолданылады. Тура сол сияқты мынау жаңағы мужтахидуна деген ол ер адамдарға қатысты ғана айтылады. Мужтахидат деп қыз балаларға айтылады. Мужтахидат. Иә? Ал енді жаңағыдай малдарға қатысты айтылатын болса, ол жерде просто тәмарбута қосыласыздар. Мужтахидатун деп айтылады. Кабир дегеніміз ең негізгі мағынасы үлкен деген сөз. Үлкен. Енді осыған қоса сіздер тек қана араб тілін емес, қазақ тілін қоса үйреніп отырыңыздар. Орасан дегенде мағынасы зор, алпауыт, ірі, алпамса, дәу. Бұның бәрі үлкен деген мағынаны білдіреді. Алпамсадай деп ертегілерде жазылады ғой бұрынғы. Тура сол сияқты осы кабирге ұқсас синонимдес мағыналы сөздер мынандай дахм деген бар. Дахм, жабалун дахм, үлкен бір тау деген сияқты. Хаил деген бар, үлкен дегенді білдіреді. Жасим, жисімнен шығады. Денелі, дәу деген сөз. Азим, үлкен, ұлы деген сөз. Имлақ деген бар. Имлақ деген мүлдем үлкен нәрсеге айтылады. Сосын жаббар деген бар. Осының барлығы жалпы бізде кабир деген мағынаны білдіреді. Үлкен. Бұл жалпы денесіне қараған кезде үлкен деген мағынаны да береді. Сонымен қатар кейде мансабына қарап кабир деп айтамыз. Кабирул атибба дейміз. Үлкен, бас дәрігер деген сияқты. Үлкен немесе бас дәрігер. Кабирул мухандисин дейміз. Инженерлердің басшысы деген сияқты. Сондай мансап тұрғысынан үлкен кісіге кабирул бәлен деп айтылады. Мысалы, кабирул атибба, кабирул мухандисин, кабирул мутаржимин деген сияқты сөйтіп кете береді. Қандай да бір мансаптың саласындағы ең үлкені деген сияқты. Сосын жасқа қатысты айтылады кейде. Кабирус син дейді, немесе просто кабир дейді. Раджулун кабир, жасы үлкен дейді. Кәрі, ересек, жасы үлкен. Немесе кабирус син дейді. Сонымен қатар әл-кабир деген Алла Тағаланың көркем есімдерінің бірі. Алла ұлы, азанда да біз жиі айтамыз Аллаху акбар деп. Енді осы кабирден туындап келетін мынандай кабиратун деген сөз бар. Кабиратун, көпшесі кабайыр, кабиратун кабайыр. Бұл бізде жалпы үлкен деген кабирдің просто әйел тегіндегі мағынасы да болуы мүмкін, кабиратун. Және де бұл кәдімгі термин ретінде шариғатта үлкен күнә деген мағынаны білдіреді. Үлкен күнә. 10 түрлі үлкен күнә деп айтып жатамыз ғой, хадистерде аударғанда неткенде. Кабира, кабайыр деп сол міне. Үлкен күнә, ауыр қылмыс, кешірілмес күнә деп сөйтіп аударылады бұл кейбір кездерде діни контекстерде. Енді осы кабир деген сөзіміз біздің жалпы кабура немесе кабара якбуру, немесе кабура якбуру, міне осы етістіктерден туындайды, маздары кубр. Яғни үлкею, орасан зор болу, алпауыт, ірі, алпамсадай дәу болу деген сияқты мағына білдіреді. Кабура, кабурта, кабурту, кабурти деп кете береді жаңағыдай. Үлкен, үлкею дегенді білдіреді жалпы. Маздары кубр. Жаттабаңыздар, кубр. Сосын қартаю, есею, ересек болу, жасы ұлғаю дегенді де білдіреді. Бәлен түген адам, мысалы, қарт адам, мысалы, кабура фиссин дейді, жасы үлкейді дейді, немесе кабара фиссин дейді. Ал егерде кабирамен келсе, кәсірамен, кабира якбару, маздары кабар болып келген кезде бұл қатты қартаю, жасы қатты үлкен болып кету мысалы. Мысалы айтайық, кабира Мұхаммад дейтін болса, Мұхаммед тіп қатты қартайып кетіпті деп айтамыз. Қатты қартайып кетіпті. Түсінесіз ғой? Егер кабара Мұхаммад или кабура Мұхаммад десе, Мұхаммед жаңағыдай айтайық 12-де еді 14-ге қапты, машалла өсіп қапты ғой деген сияқты сондай бір мағынаны білдіреді ол. Кабара кабура ол сондай бір жай ғана өсу, 13-те 15-ге қапты, 20-ге қапты деген сияқты. Ал егерде кабира Мұхаммад десе 80-ге қапты деген сияқты сондай мағынаны білдіреді. Түсінесіз ғой? То есть екі түрлі мағынасы бар. Осыдан бізде кабир деген сөз шығады. Енді сол кабир деген сөздің қарама қарсысы антонимі сағир деген сөз, кішкентай. Көпшесі сығар. Тура жаңағындай. Сығар деген сөз тек қана адамдарға қатысты айтасыздар. Сын есімнің көпше түрі жанды заттарға ғана қатысты қолданылады. Жанды болғанда жаңағындай ақылы бар. Адамдарға, періштелерге, жындарға. Түсініңіздер, осыны жаттабаңыздар. Ал басқа мысалы кішкентай кітаптар деген кезде кутубун сығар деп айтылмайды. Кейбір уақытта рұқсат етіледі, оны біз болашақта өтерміз, Алла қаласа, бірақ жалпы қазірге жаттабаңыздар. Кішкентай кітаптар дегіңіз келсе, кутубун сағиратун деп айтасыздар. Болды, осымен шектелесіздер. Ал мынау сығар деген сөзді сіз адамдарға ғана қатысты қолданасыздар. Атфалун сығар, кішкентай балалар деген сияқты. Түсіндік қой? Енді осы сағирға ұқсас мағыналас қолданылатын сөздер бізде даил деген бар. Даил, түкке тұрғысыз, азғантай деген сияқты. Сосын тафиф деген бар. Кішкентай ғана деген сияқты. Ал сағир дегеннің негізгі мағынасы кішкентай, шағын. Сонымен қатар бұлда да бағанағы кабир сияқты жасқа да айтылады. Жасы, кіші, жас, кішкентай деген сияқты. Сағир. Сағир үссин деген сияқты. Сонымен қатар көлемге айтылады. Кішкентай ғана, шөкімдей ғана, азғантай ғана бір ұсақ бір қолыңызда бір тиындар тұрған кезде сағир деп айтылады. Енді бұл сағир деген сөзіміз біздің сағура ясғурудан шығады. Сосын сын есімдердің осы сағир, кабир, тауил тағы басқа көбісі осындай шығатын етістігі
фауля формуласында тұрады көбінесе. Мысалы сағура ясғуру сығар деген сияқты. Немесе мына жақта мына кабура якбуру кубур деген сияқты. Тура сол жоғарыдағы жаңағыдай мынау басқа да сөздер сөйтіп дамамен келеді көп жағдайда. Қазір оны төменде өзіңіз байқайсыздар. Сағир деген сөзіміз сағура ясғуру сығар деген сөзден шығады. Осымен қатарлас сағара деп те қолдануға болады. Бағана кабура кабара деген сияқты. Сағара деп те ясғару, сосын оның несі маздары сағар. Екеуде де мынау екі етістіктің екеуі 100% мынандай мағынаны білдіреді. Кішірею, шағын болу, немесе жас жағынан жасару, жас кіші болу деген, немесе көлемге қатысты азайып кету, ұсақталу, өте аз болып кету деген сияқты мағынаны білдіреді. Ал егерде сағара ясғурумен келсе, сағара ясғуру, және оның маздары суғыр болатын болса, жасырақ болу, жасы тым кіші болу дегенді білдіреді. Жасы кіші болу, жасы тым кіші болу дегенді білдіреді. Түсіндік, Келесі сөз, сын есім бізде тауил, ұзын деген, көпшесі тыуал. Жаңа айтқанымыздай, сын есім, демек тауил дегеніміз ер адам, тыуал ер адамдар, көп, ұзын ер адамдар. Жанды затқа ғана қатысты қолданатын тыуал дегені. Ал тауил кез келген затқа қатысты қолданыла береді, ол проблем жоқ. Ал енді сен ұзын ағаштар деп айтқың келетін болса, шәжаратун тыуал деп айтамайсың. Естисің, шәжаратун тауилатун деп женский родпен айтасың просто, и все. Ал адамдарға айтқанда айтасың, ражулун тауил, риджалун тыуал деп айтуға болады. Түсіндік қой, Демек, тауилдің негізгі мағынасы ұзын, биікке, бойына қатысты, асқар, биік, бойшаң деп айтылады, биіктікке қатысты. Сосын ғұмырға қатысты, ұзақ деп айтылады. Тауилул умр, жасы ұзақ деген сияқты, сондай ғұмырға қатысты айтылады. Сонымен қатар арақашықтыққа қатысты айтылады. Жол ұзақ болса, оғанда да тауил, тарихун тауил дейміз, қашық дейміз. Осындай мағына, жалпы бұл ұзындықты білдіреді. Енді бұл сөзіміз біздің толадан шығады. Толамыз біздің таула деген, негізі дамамен келетін етістіктен туындайды негізі. Таула, бірақ та сарфта өткеніміз бойынша ортадағы даманың несі в общем, сарфи өзгешелікті жасалып келіп, тола болады. Тола, ұзару, ятулу. Тола ұзын болды, ятулу ұзын болады деген сияқты. Сосын несі бұның маздары тулун, ұзындық деген сөз. Тулун. Тола ұзару, бойшаң болу, асқар болу, биіктеу деген сияқты мағынаны білдіреді етістік ретінде. Ал енді тулун дегеніміз не? Ол ұзындық, бой, асқар, биік деген сияқты уже маздар болып кетеді. Түсіндік қой, Тура сол сияқты бұл тола деген етістіктің ұзақ болу дегенде мағынасы бар. Ол мерзімге, уақытқа қатысты айтылған кезде тола уақыту, сонда уақыт ұзақ болып кетті, созылып кетті деген сияқты. Сосын қашықтыққа қатысты айтылады. Тола тариху, жол ұзақ болып кетті деген кезде ұзару, қашықтау деген сияқты мағынаны білдіреді. Енді осы тола тауилге қарама қарсы сөз бізде қасир, қысқа. Көпшесі қисар, адамдарға қатысты айтылады. Қасир дегеніміз бізде қысқа, аласа, төмен болу. Бұл биіктікке қатысты. Қысқа, аз мерзімге қатысты, уақытқа қатысты. Қысқа ғана мерзім, аз деген сияқты. Сосын қашықтыққа қатысты айтылады. Қысқа жол, жақын, келте, төте деген сияқты. Төте жол. Түсіндік қой, биіктікке қатысты, ұзақтыққа қатысты, және де жалпы мерзім, уақытқа қатысты айтыла береді. Және де бұл сөзіміз біздің қасурадан шығады. Қасура, яқсуру, қисар. Қасура, яқсуру, қисар дегеніміз қысқару, азаю деген сияқты мерзімге қатысты, қысқару, жақындау деген қашықтыққа қатысты айтылады. Сонымен қатар бұл етістіктің мынандай да мағына нелері бар, түрлері. Қасара яқсуру, қусур деген бар. Қасара яқсуру, қусур. Бұл енді мынаған кішкене ұқсас болғанмен, бірақ мағынасы мынандай: жеткіліксіз болу, аз болу, жетпей қалу деген сияқты мағына білдіреді. Сонымен қатар іс-әрекетіңізде, мысалы, қасарту дейсің. Мысалы, сізге мен айтайық, бір тапсырма берем. Бір арба отын алып кеш деймін. Бір арба отын сіз аласыз да, жарты арба отын алып келесіз да, айтасыз маған: кешіріңізші, қасарту, кешіріңізші, мен олқылық жасап қойдым, жеткізбей жасап қойдым, салғырттық таныттым, еріншектік таныттым деген сияқты. Сондай қандай да бір істе Алла Тағала сізге мысалы жүктейді бір нәрсені, сіз сол нәрсені аз істеген кезде қасарту деп айтамыз. Қасарту, аз істедім деген сияқты. Біз енді Аллаға қатысты келген кезде ол шынымен де бәрімізде де қасар жасаймыз, то есть тақсир жасаймыз. Яғни мағынасы жеткіліксіз жасаймыз. Біз Алла Тағалаға толықтай шүкір етуге, нығметтердің барлығын шүкір етуге біздің әліміз келмейді. Демек, қасара яқсурумен келген кезде, қараңыздар, қасура яқсуру болып келсе, ол қысқару, азаю дегенді білдіреді, мерзім, қашықтық жағынан, ұзындық жағынан. Ал қасара яқсуру, қасарамен келетін болса, ол мағынасы жеткіліксіз болу, аз болу, жетпей қалу, немесе жеткіліксіз жасау дегенді білдіреді. Сосын қасара яқсирумен келетін болса, қасара яқсиру бірінші бап, және маздары бұның қасырун, бұл бізде
қысқарту, азайту, ықшамдау деген мағынасы бар. Қысқарту, азайту, ықшамдау. Сонымен қатар бұның жабу, бекітіп қою, қамау деген де мағынасы бар. Мынау қасыр деген сөзді біз сарай деп айтып жатамыз, аударған кезде сарай, иә. Ханның сарайы дегенде қасрул мәлик деп айтамыз, иә, қасыр. Неге ол сонда, қалай ол мынау қысқару дегенмен сарайдың қандай бір жақындығы бар дейтін болсаңыздар, міне осы жерден шығады. Қасараның жабу, бекітіп қою деген де мағынасы бар. Сонда сарай деген сөз жабылып тұратын, берік қамал деген сияқты сондай мағынаны білдіреді. Қасара яқсыру. Сонымен қатар қалған мағыналарының барлығы мынау қасара яқсырудың, жаңағындай қасара яқсурудың және қасура яқсуру бәрі осы үш етістіктің үшеуінің негізгі мағынасы қысқару, азаю, жеткіліксіз болып қалу, жеткізбей жасау деген сияқты сондай бір аздықты білдіреді. Ылғи да аздықты білдіріп тұрады да, тек қана бір жағдайда ғана қасара яқсыру болған кезде жабу, бекітіп қою дегенде мағынасы бар. Қалай ажыратамыз? Контекстпен ажыратасыздар. Кітапты оқып келе жатқанда соған қарап отырып ажыратасыздар. Келесі сөз бізде енді жаңа сын есімдер, бұл жадид, жаңа, көпшесі жудут. Талибун жадид, жаңа студент, туллабун жудут, жаңа студенттер деген сияқты. Тура осыған мағыналас қолданылатын сөздер бізде хадис, мужаддад, мустахдат, мустажадду және мухдас деген осындай сөздер бар. Бұлардың бәрі жадид, жаңа деген мағынаны білдіреді. Жаңа, ақырғы, соңғы деген мағынаны білдіреді. Және бұл жадид деген сөзіміз біздің жадда яжидду деген етістіктен туындайды. Жадда яжидду, жиддеттен мағынасы жаңару, жақын арада болу деген сияқты сондай мағынаны білдіреді. Жаңалықты білдіреді. Және бұған қарама қарсы сөз бізде қадим, ескі, көпшесі қудама және қудама. Қудама осындай, бұл ер адамдардың көпше түрі. Ал егерде әйел тегінде болса қадиматун деп айтамыз да, сосын әт қосамыз, қадимат, иә, талибатун, қадимат, иә, ескі студент қыздар деген сияқты сондай. Қадим дегеніміз ескі, көне, бұрынғы, ежелгі, бағзы, байырғы, баяғы, тозған деген сияқты осындай мағыналарды білдіреді. Және осы әл-қадим деген Алла Тағаланың көркем есімдерінің біреуі бар, білесіздер, иә, әл-қадим деп айтатын. Сонымен қатар осы қадимге ұқсас мағыналас қолданылатын сөздер бар. Бізде атиқ, ажуз, ариқ деген мағыналар бар. Осы сөздер бар, бұларды сіздер болашақта кездестіретін боласыздар. Қадим, ескі деген сөз бізде қадума яқдумудан шығады. Бағана айтқанымыздай, сын есімдердің көбісі осы ортасы дамма болып жасалады. Қадума яқдуму, ескіру, маздары қидам. Ескіру, қартаю, кәрі болу, көнеру деген мағына. Сонымен қатар қадама деп келетін болса, қадама яқдуму, ол кәдімгі аяқ деген сөзден шығады. Қадама яқдуму, қадмун, бұл бізде алдыда жүру, алдында болу дегенді білдіреді. Құддам деп біз өттік қоя, құддама деген сөз алдында деген сияқты, алдыңғы жақта. Келесі сөз бізде хаддун деген сөз бар. Хаддун өткір. Бұның көпше түрі жоқ. Өйткені бұл жансыз нәрселерге айтылады. Адам өткір деп айтылмайды. Сол себепті бұның көпше түрі жоқ. Бұның хаддун бұл бізде өткір. Сонымен қатар хаддунның тағы бір мағынасы бар. Жанға батарлық ауыр бір нәрсе, жағдайға қатысты айтылады. Жанға батарлық бір ауыр жағдай болса, мауқиун хаддун деп айтамыз, иә. Немесе мауқифун хаддун, бір өтке жанға батарлық бір өтіп кететін, жүрекке бататындай сондай бір жағдай деген сияқты айтамыз. Бұл хаддун деген сөзіміз біздің хадда яхадду немесе хадда яхудду деген сөзден етістіктен туындайды. Маздары хаддун, яғни қайрау, өткірлеу деген мағынасы бар. Сонымен қатар екінші бір мағынасы бар, шектеу, шек қою деген де мағынасы бар. Екі түрлі, екеуде де көп қолданылатын мағына. Хадда қайрау, пышақты, қылышты қайрау деген де мағынасы бар. Және хадда шектеу деген, шек қою деген де мағынасы бар. Сонымен қатар хадда яхадду, хадда яхидду деген етістіктен маздары хиддун немесе хиддатун деген бұл өткір болу өзі, құралдың өзі, өткір болу. Мысалы, қылыш хадда деп айтатын болсақ, қылыш, мысалы, хадда сайфу дейтін болсақ, қылыш өткір болды деген сияқты. Тура сол сияқты иіске қатысты айтылады. Иіс өткір болды дейтін болсақ, хаддат ар-райха деген сияқты, немесе ар-райхату хаддат деген сияқты, өткір болды деген сияқты. Сонымен қатар адамның көру қабілеті, ақыл зеректігі өткір болған кезде, кәдімгідей мысалы, қараған кезде көзімен тесіп түсіретіндей сондай бір өткір көз адамдар болады. Сол кезде хадда басаруху деп айтамыз. Хадда басаруху, ананың көзі мені тесіп өтті деген сияқты. Хадда. Жалпы өткір болуды білдіреді. Хадда яхадду, хадда яхидду. Өткір болу, өзі өткір болу бұл етістік. Егерде амен емен келетін болса, және хиддун, хиддатун болатын болса, я. Ал егерде хадда яхадду немесе хаддун деген маздармен келетін болса, осылай қолданатын болса, ол қайрау, өзі өткір болу емес, ол біреу қайрау, немесе біреу шек қою деген сияқты мағынаны білдіреді. Қалай ажыратамыз? Қайттан сол контекстті оқып отырып, солар қалай ажыратасыздар. Егер бір қылыш айтылып келіп, содан кейін мысалы хадда сайфу,
иә, немесе хадда сиккину деп айтып келіп жататын болсаңыздар, онда ол пышақ қайрады деп айтылмайды, пышақ өткір болды болады, қылыш өткір болды деп айтылады. Пышақ қайрады деп айтпаймыз, пышақ шектеді деп айтпаймыз, иә. Ал егер де мысалы әл имаму хаддал худуда деп айтатын болсаңыз, имам шектеулер қойды деген сияқты болады. Түсіндік қой, иә? Немесе ар-раджулу хадда ас-сиккина деп айтсаңыз, ер адам пышақты қайрады деген сияқты. Осылай контекстпен ажыратып отырасыздар. Түсіндік қой? Жалпы мен сіздерге осындай мағыналар бар екенін айтып кетіп жатырмын. Сосын енді осы хаддун, өткір дегеннің қарама қарсы кәһәм. Бұның да көп шеті жоқ, өйткені тупой адамдар болмайды. То есть ақыл жағынан емес, пышақ сияқты өтпейтін. Бізде қыр болмайды ғой адамдарда, ұш болмайды бізде. Сол себепті біз кәһәм, тупой, орысша айтады ғой, тупой дейді, немесе өтпейтін адам болмайды. Сол себепті кәһәмнің көпшесі жоқ. Бұл кәһәм дегеніміз бізде қажыған, шаршаңқы, болдырған, әлсіз, күшсіз, қаусаған, қауқарсыз шалдарға айтылады. Ражулун кәһәм дейді. Бірақ бұл мынау негізгі мағынасынан алынған, негізгі мағынасы бұның өтпейтін деген сөз. Құрал, жаңағындай, жаңағы пышақ болсын, қылыш болсын, уже өтпей қалады ғой. Өтпей қалған кезде оны мысалы сайфун кәһәм дейді. Өтпей қалған қылыш дейді, немесе сиккинун кәһәм дейді. Енді ойлаңыз, өтпейтін қылышты, өтпейтін пышақты біз не істейміз? Лақтыра саламыз. Неге? Өйткені ол уже қажыған, ол уже шаршаған, ол уже керек емес. Ол тура сол сияқты осыдан астарлы мағынамен келіп адамға да айтылады. Ражулун кәһәм деген кезде мағынасы анау өтпейтін адам деген сөз емес, ол қажыған, шаршаған, болдырған, әлсіз деген сияқты сондай уже мағынамен қолданылады. Астарлы мағынамен қолданылады, иә. Кәһәм деген сөзіміз біздің етістігі кәһәма якхаму және кәһәматун. Тура жаңағындай мағынасы қажу, шаршау, болдыру, әлсіз, күшсіз болу, қаусау, қауқарсыз болу деген мағынасы бар. Бұл астарлы мағына, туынды мағына. Негізгі мағынасы өтпей қалу, жүзі қайтып кету, құралға қатысты, пышаққа, жаңағындай қылышқа қатысты. Енді бүгінгі сабағымызда мен жаңа айтып кеткендей құрал ұғымын беретін есімдерді біз өттік. Оны сарфта біз исмул әла деп өтеміз. Исмул әла дегеніміз не? Есімізге бір түсіріп кететін болсақ, құрал ұғымын беруші есімдер дегеніміз, құралды білдіретін есімдер дегеніміз қандай да бір іс әрекетті атқаруда қолданылатын құралды білдіруші зат есімдер. Қандай да бір іс әрекетті атқаратын кезде немен қандай құрал қолданасыз, сол жердегі қолданылатын құралды білдіретін нелерді, зат есімдерді біз араб тілінің грамматикасында исмул әла деп айтамыз. Сол заттың, құралдың аты деген сөз. Мысалы, жазатын кездегі сіздің құралыңыз не? Қалам. Исмул әла ол. Түсіндіңіз ғой? Бірақ ережелерге бағынбаған, қазір біз оны төменде түсіндіреміз. Миншар. Аралаған кезде қандай құрал қолданасың? Миншар қолданасың. Есік ашқан кезде қандай құрал қолданасың? Мифтах. Жақсы. Кітап жазып отқан кезде қараңғыда отыратын болсаң, қандай құрал қолданасың? Мисбах. Иә? Жаңағындай лампочка деген сияқты. Осы кете береді. Осылайынан сіздің іс әрекетті жасау барысында қолданған құралыңызды, соны білдіретін сөздерді біз исмул әла дейміз. Немесе құрал ұғымын беруші зат есімдер деп айтамыз. Араб тілінде құрал ұғымын білдіруші есімдер мынау формулалармен жасалады. Негізгі формулалар мыналар. Миф'алатун, сосын миф'алун, сосын миф'алун. Осы үш формула негізгісі. Мысалы, миф'ал формуласымен қолданылатын сөздер, мысалы, миншар, бағана біз өткен ара, мисмар, шеге, мисқаб, сақба деген тесу болатын болса, мисқаб, бұрғы, тесетін. Михрас, соқа. Қош келдің араб тіліндегі ең бірінші өтілген сөздердің бірі. Мифтах, кілт. Мизан, таразы. Уәзін дегеніміз салмақ болса, мизан, салмақ өлшеуде қолданатын құрал деген сөз. Миқраб, қайшы. Қарада дегеннің қасса деген сияқты екеуде де бірдей мағына қиюды білдіреді. Мынау қарада деген сөз кәдімгідей дөрекі түрде қиюды білдіреді. Мысалы, қойдың жүнін неткенде, немесе жаңағындай бақшада гүлдерді неткенде, сондай бір дөрекі түрде қиған кезде қарада қолданылады. Миқраб, қайшы. Сол сияқты милқат деген бар. Бұл тістеуік. Мен тістеуік деп әріп қателесіп қатыппын. Жалпы міне осылардың бәрі бізде миф'ал формуласымен жасалады. Миф'ал, миншар, мисмар деген сияқты. Түсіндік қой, иә? Келесі сөздеріміз біздің миф'ал формуласымен жасалады. Қысқарақ бұл. Миф'ал сияқты созылмайды. Миф'ал. Мысалы, миржал, пеш, миржал. Мибрат, егеу. Минжал, орақ. Ми'вал, қайла.
мынау неде кен орнын қазған кезде қолданылады қайла, иә, көбінесе. Миқас өзіміздің білетін, мынау миқрат сияқты, қайшы. Миғзәл деген бар, ұршық, жіп жасайтын құрал. Жас қыздар мүмкін білмеуі мүмкін, сол үшін айтып қоятын. Михлаб, сүт шелек. Халиб деген сүт болса, михлаб, сүт шелек, сүт құятын шелек деген сөз. Мишрат, шарата деген тілу, мишрат деген қандауыр, немесе скальпель, мынау неде медицинада қолданылады. Жалпы бұлардың бәрі бізде мифәл формуласымен келіп тұр. Келесі сөзіміз біздің келесі формула бізде мифәләтун формуласымен келеді. Бұл да жиі кездеседі. Мысалы, мистара, сызғыш, микнәсә, сыпырғыш, милақа, қасық, миқра'a, қамшы. Иә? Мибрат деген бар. Біз өткенбіз бұл сөзді. Ұштағыш. Мисфат деген бар. Сүзгі. Сафу деген жалпы тазалықты сондайды білдірсе, мисфат тазалайтын құрал деген сөз. Сүзгі. Митрақа, бағана біз өткен балға. Михбара, сия құйып қоятын құрал деген сияқты. Міне осындай несі бар. Сосын мынау мифәл бірінің орнына кейде қолданып кететін кездерде болады. Мынау мысалы сіз мистар депті, мистара депті қолдануға болады. Микнәсә деп деген сияқты осылай. Милақа тек осылай қолданылады. Милақ деп айтылмайды деген сияқты. Осылай. Енді ол уже арабтардан қалай естиміз, солай келеді. Сосын кейінгі уақытта, мынау кейінгі ғалымдар жаңа заманға сәйкес кейбір осындай құралдар шыққан кезде соларға өздерінің тараптарынан мынау фа'аля формуласымен, бұл бұрынғы арабтарда да бар, соны зерттей келе осындай төртінші бір формуланы қосып фа'аля формуласымен де құралдың атауларын берген. Мысалы, сәммәға дейміз. То есть наушник, құлаққап деген сияқты. Сәмиадан алып фа'алямен жасаған сәммәға. Немесе сәлләжа, тоңазытқыш, холодильник. Сәлж дегеніміз қар, сәлләжа деген сөз тоңдыратын, қар жасайтын құрал деген сияқты. Ғассәлә, ғассәлә деген жуу, ғассәлә дегеніміз кір машинасы. Тұрос осылақты шаммәға деген сияқты, ілгіш деген сияқты. Осылай жасалады. Мынау төрт формула, құрметті бауырлар. Бұл сіз өзіңізден отырып бір сөзді ала салып, мен өйстіп жасайын деп жасай аласыз ба? Жоқ. Сіз бұлай жасай алмайсыз. Сіз просто осындай формуламен мынандай сөздер келеді деп біз үйретеміз да, бірақ біз бұның барлығын бәрібір арабтардан естиміз. То есть біз бұны тек словарь арқылы біле аламыз. Өзіңіз отырып, мысалы, так мен мына сөзден мынандай құрал жасап көрейінші деп жасай алмайсыз. Түсіндік қой, біз тек қана бұны арабтардың кітаптарын оқып отырып, осындай тексттарды, сөйлеуін басқасын қарап отырып, олардың осындай формуламен осы сөздерді қолданғанын біле аламыз. Болды. Бұл сол үшін ғана оқытылады бұл жерде. Түсіндік қой, сонымен қатар жоғарыдағы осы төрт формулаға салынбай, арабтардан тура солайынан бізге естіліп, сөйтіп келгенде құрал атаулар бар. Былай дейді, ережеге сай келмей, кең қолданылатын өзге де құрал атаулар бар. Мысалы, бағанағы фәсун деген сөз, балта. Қадум, қайла, қадум. Бағана не сияқты, миуал сияқты. Сиккин деген бар, пышақ. Шаукатун деген бар, шанышқы, вилка. Сатур деген бар, үлкен пышақ. Міне осы сияқты кейбір сөздер бар бізде. Олар, мысалы, қалам деген, қалам. То есть арабтардан солай келді, біз солай қабылдадық, болды. Ол жаңағы жоғарыдағы ережелерге бағынбайды. Бірақ көп зат есімдердің етістіктерден туындап, осы төрт формуламен жасалғанын байқайсыздар. Кітаптарды оқып отыратын болсаңыздар, жалпы көп сөздің осы формуламен келетін байқайсыздар. Ал былайынан келген сөздер кішкене азырақ. Но жалпы қалай болғанда да формуламен келсін, формуламен емес былай келсін, бәрібір біз арабтардың қалай қолданды соған қарап қана біле аламыз. Өздігімізден отырып құрал зат есімдерін жасай алмаймыз біз. Түсіндік қой, шетелдік адам отырып алып, мен құрал зат есім жасаймын деп айта алмайды. Өйткені бұл сөздің бәрін біз тек қана словарьдан қарап отырып, арабтардың қолданысына сай қолданамыз. Енді кітапқа назар аударатын болсақ, ад-дарсу саби'у ашар, негізінен фатха болу керек. Ад-дарсу саби'a ашара, 17-ші дәріс. Естеріңізде болсын, 11-ден бастап 19-ға дейінгі сандарда екеуде де фатхамен аяқталу керек. Мынау бірінші бөлігі де, екінші бөлігі де. Ас-саби'a ашара болады. Фәсун дегеніміз, жаңағы міне айтқанымыз балта, миншар дегеніміз ара, митрақа дегеніміз жаңағындай балға, микнәсә дегеніміз сыпыратын құрал, бұлардың бәрі құралдар. Мужтахид, ыжтахатты ынталы адам, қарама-қарсы кәслән, жалқау. Кабир, үлкен, сағир, кішкентай. Тауил, ұзын, қасир, қысқа. Жади, жаңа, қадим, ескі. Хаддун, өткір, кәхам, өтпейтін деген сияқты. Және кәнсун дегеніміз бұл маздар. Микнәсәнің сыпыру дегеннің маздары. Сыпыру деген іс әрекетті білдіреді. Подметать деген іс әрекетті кәнс дейді. Түсіндік қой,
Бағана біз оны талдадық уже. Канаса якнусу деген сияқты сондай етістіктен туындап келіп кәнсін болып келген кезде ол сыпыру деген сияқты мағынаны білдіреді деген сияқты оны талдадық. Ары қарай кеттік. Тилмизун мужтахидун. Ыжтахатты ынталы студент. Мынауымыз біздің қазір екі сөз тұрғанымен бұл бір ақ сөз қазір. Мынау бір зат есім тұр және оның сипат тұр. Болды. Тилмизун мужтахидун. Ынталы студент. Не болды оған? Сөйлеміміз аяқталып тұрған жоқ. Сол үшін осындай жағдайда біз айтамыз. Бұл жерде жасырын бастауыш бар дейміз. Жасырын бастауыш қалай? Хәза болады. Хәза тилмизун мужтахидун деген сөз. Мынау ынталы студент деген сияқты. Ынталы оқушы. Түсіндік қой. Осыны біліп алыңыздар. Өйткені алифләмсіз мынауда да алифләмсіз. 100% бір-біріне ұқсас міне. Дамма, алифләм жоқ екеуінде де. Осылай. Сондай кезде мынау бірінші сөзіңіз жаңағындай зат есім болса, ол екіншісі оның сипаты болады. Болды. Одан басқа ешнәрсе емес. Және бұл екеуі бірігіп тұрып, екеуі болып тұрып, жаңағындай не болады? Бірақ сөзді білдіріп тұрады екеуі. Сөйлем аяқталған жоқ әлі. Сол үшін осындай жағдайда біз айтамыз. Бұндай кезде жасырын бастауыш тұрады дейміз. Хаза тилмизун мужтахидун. Ары қарай. Тилмизун каслану. Каслану ун болмайды. Каслану фа'лану формуласында дамма танвин болмайды. Каслану. Жалқау оқушы. Мысалы сіз мына жақта тилмизунға мужтахидтен кейін жаңағындай мына сөздерді қойын қосып нетіңізші, мысалы қараңыз, былай айтыңызшы. Тилмизун мужтахидун ва кабирун ва тауилун ва жадидун деп өйстіп айтатын болсаңыз, мысалы сіз 4-5 сөз қосып тастадыңыз. Тилмизун мужтахидун кабирун тауилун жадид дедіңіз. Бәрібір сіз бір ақ сөз айтып тұрсыз. Сіз тек қана оқушыны ғана айтып тұрсыз. Сөйлеміңіз аяқталған жоқ. Барлығы бірігіп келіп, сын есімдерді 100 миллион әкеп қойсаңыз да ол бір ақ сөзді білдіріп тұрады. Ол студент ғана білдіріп тұрады. Ал сөйлеміңіз толық болу үшін сізге бастауыш керек. Қандай бастауыш? Хәза, одан кейін тилмизун мужтахидун кабирун тауилун жадидун деп кете бересіз уже. Түсіндік қой, тура солай тилмизун каслану. Ары қарай шуббакун кабирун. Үлкен шуббак терезе. Бірақ сізде сұрақ тұрады. Не болды оған? Үлкен терезе. Не болды оған? Сөйлеміңіз аяқталған жоқ. Хәза шуббакун кабирун деген кезде, мынау үлкен терезе деген сияқты сөйлеміңіз аяқталады. Бабун сағирун. Кішкентай есік. Қаламун тауилун. Қалам дегеніміз кәдімгі ручка. Тауил ұзын ручка. Сиккинун хаддун. Өткір пышақ. Хаддун. Миншарун кабирун. Үлкен ара. Саббуратун кабиратун. Үлкен тақта. Ифтахил баба ал-кабира. Ифтах деп тұр. Бұйрық райында тұр. Ифтах. Сукун тұр. Аяқта сукун тұр, әл-бабада сукун. Екі сукун қатар кездеспейді, сол себепті біз бірінші сукунды кәсраға өзгертеміз. Ифтах әл-баба. То есть бұл ылғи да кәсраға өзгермейді, кейде фатхаға өзгереді деген сияқты. Оның ережесі бар. Болашақта аласа біз талдаймыз, бірақ жалпы айтамыз. Ифтах негізі сукун аяқта. Ифтах аш деген сөз. Кім аш? Сен аш. Нені аш? Есікті. Сол себепті есікті деген сөзіміз фатхамен келіп тұр. Ифтах әнта әл-баба әл-кабира деген сөз. Кабир дегеніміз мынау есіктің сын есімі. Қандай есікті ашу керек? Үлкен есікті. Демек, ифтахил бабал кабира деген кезде 4 сөз тұр деп айтамыз. Біріншісі ифтах деген етістік тұр. Кім ашу керек оны? Сен. Екінші сөзіміз ішінде жасырын жатыр мынаның. Үшінші сөзіміз әл-баба есікті және оның сипаты тұр. Сипаты үлкен. Үлкен есікті аш дейді. Тура солайынан ары қарай айна сиккинул хадду. Ал-хад өткір, ас-сиккин пышақ. Айна қайда? Өткір пышақ қайда? Уктуб, міне, сукунмен тұр. Бұйрық райы всегда сукунмен аяқталады. Уктуб аля саббуратил кабирати. Уктуб, жаз. Кім? Сен. Уктуб анта. Уктуб қайда? Аля саббурати ал-кабирати. Үлкен тақтаға жаз. Түсінік қой, Хатил митрақата. Балғаны, митрақата фатхамен тұр. Балғаны. Нені? Балғаны. Хати. Бер. Ол балаға айтып тұр. Хатил митрақата. Балғаны бер. لا تلعب أيها التلميذ الكسلان ديدا. لا تلعب وينما. لا تلعب وينما. أيها قرأت بسوز التلميذ الكسلان. نيجي أيها يتكون ألف لام برسوز بلغان جزء وغن أيها ويامز بزالنا. بردين قرأت بسوز جا ألف لام برسوز جا بردين قرأت بسوز أيتلا ميمز بس. يا التلميذ دويتا ميمز. يا أيها دويتا مز. يا أيها ورتقى أيها غصورك. سو جزء غنا بس ألف لام ده سوز جا قرأت بسوز سلام سنيدت لا تلعب وينما. أيها التلميذ الكسلان. أي деген сөз. أي жалқау оқушы. أي жалқау оқушы. لا تلعب ойнама. خذ قلمك القديم.
Қаламака ал-қадима. Ал-қадим дегеніміз алиф ламмен келіп тұр. Белгілі жағдайда сын сипатты білдіріп тұр. Неге? Өйткені қалам деген сөзіміз белгілі жағдайда тұр. Қалай білдік? Мына жақта алиф лам жоқ қой ұстаз деген кезде жоқ. Дамир қосылса, сын есім мысалы, ол уже белгілі жағдайға түседі. Сенің қаламың ол ешкім білмейтін қалам емес, ол именно сенің қаламың, белгілі жағдай ол, белгілі. Сенің қаламың, ол анау базарда тұрған 100 миллиондаған қаламның біреуі емес, біз білмейтін. Ол нақты сенің қаламың. Сол себепті әл-қадима деп сын есімі оның белгілі жағдайға түседі. Хуз, ал, сен, нені ал? Қаламака, міне қалама фатха тұр. Нені? Қаламыңды. Қаламака әл-қадима, ескі қаламыңды ал дейді. Хати китаби әл-жадида дейді. Тура солайна міне. Кітап белгілі жағдайда тұр. Неге? Өйткені ол менікі. Басқа бір кітап емес. Библиотекада тұрған ешкім білмейтін. Менікі ол. Менің кітабым. Демек, әл-жадида болып алиф ламмен сын есімі оның белгілі жағдайға түседі. Хати китаби әл-жадида. Менің жаңа кітабымды бер. Фатах әл-хадиму әл-баб әл-кабира дейді. Әл-хадим қызметші адам. Фатаха ашты. Сұрақ, нені ашты? Әл-баба әл-кабира, үлкен есікті ашты. Әт-тилмизул муджтахиду яктубу аля-саббуратил кабирати бит-табашир дейді. Ұзын сөйле, машалла. Әт-тилмизул муджтахиду, ынталы, ыждахатты студент не істеп жатыр дейді? Яктубу жазып жатыр дәл қазір. Нені? Аля-саббуратил кабирати, үлкен тақтаға жазып жатыр. Бит-табашир, немен? Бормен дейді. Мына сөздердің барлығы өтілген сөздер. Ары қарай үкнүс дейді. Сыпыр деген сөз. Канаса якнусу үкнүс. Сукун негізі, бірақтан аяқта сукун болу себепті екі сукун қатар кездеспейді. Сол себепті бірінші сукунды біз ыңғайына қарай кейде кәсраға, кейде фатхаға, кейде дамаға өзгертеміз. Бұйрық райындағы етістіктердің бәрінде кәсраға өзгертіледі. Үкнүс әл-байтпен қосқан кезде үкнүсил байта айюхал хадим деп айтамыз. Әй қызметші, алиф лам бар сөз болғандықтан айюха қосылады. Әй қызметші, үкнүсил байта, үйді сыпыр. Ибри қаламака билмебратил хаддати дейді. Ибри дегеніміз етістік соңында ясы бар негізі, бірақ ол бұйрық райында түсіп қалады. Соңында әлсіз әрпі бар етістіктерде бұйрық райын жасаған кезде соңы түсіп қалады. Ибри дегеніміз уже бұйрық рай. Соңында я бар негізі. Бірақ оның үстіне сукун қойылу себепті ол сукунды көтере алмай құлап қалады да, сөйтіп ибри болады. Ибри, ұшта деген сөз. Ибри қаламака, қаламыңды сен ұшта. Немен? Билмибрати, ұштағышпен. Қандай ұштағышпен? Әл-хаддати, өткір. Демек, өткір ұштағышпен қаламыңды, немесе қарындашыңды ибри, ұшта. Сосын, лима штарайта китабан қадиман дейді. Лима дегеніміз, лам дегеніміз харфу жар, үшін дегенді білдіреді. Мә дегеніміз, наяқта негізі әлифі бар. Не үшін? Харфу жар қосылғандықтан әлифі түсіп қалады. Сөйтіп, лима, қысқа болып қалады. Лима. Неге түсіп қалады әлиф? Сұрақ екендігін білдіру үшін. Лима, неге штарайта? Неге сатып алдың сен? Китабан қадиман. Неге сен ескі кітап сатып алдың? Сұрақ қойып жатыр. Неге сен ескі кітап сатып алдың? Демек, наяқта сұрақ белгісін қою керек. Лима штарайта китабан қадиман. Құранда біз айтамыз, амма ятасаалун. Не жайында сұрасып жатыр олар өзара? Амма ятасаалун. Я? Мимма хулиқ. Не нәрседен жаралды адам деген сияқты. Осылай қысқа болады. Біз бұны өткенбіз. Ары қарай, ихтариму абаакум ва уммахатикум дейді. Әкелеріңді, абун, көпшесі абаун, және аналар уммахат. Ихтариму, құрметтеңдер, сендер, кімдер, сендер, вау жама, сендер құрметтеңдер. Ихтариму, сендер құрметтеңдер, кімді? Абаакум, әкелеріңді, аба көпше түрі міне, абаакум, сендердің әкелеріңді, өздерің әкелеріңді, ва уммахатакум деп айтқын келбеді. Такум, бірақ та біз айттық. Соңында әлиф пен тамен аяқталған көпше түрлер муслимат, уммахат, муъминат деп келетін, әлиф пен тамен келетін зат есімдерді фатха қабылдамайды олар ешқашан. Олар ылғида кәсра болады. Сол себепті уммахатикум болады. Фатха қабылдамайды. Түсіндік қой, бұл жайындағы сабақтарда біз өткенбіз. Бұның бәрі бізде қайталау. Әкелерің мен аналарыңды ихтариму, құрметтеңдер дейді. Ла талабу дейді. Ойнамаңдар сендер. Вау келген кезде сендер деген көпшені білдіріп тұрады. Ла талабу, нун бар тұғын оқылап қалған. Енді бұның бәрі сарфта өтілген тақырып. Біз жалпы талдаймыз әлі. Ла талабу вақтад дәрси айюхат таламидатул кусала деген сөз. Жалқау оқушылар.
ла талабу уақта дәрси дейді. Сабақ уақыты кезінде, фатха болса уже кезінде дегенді білдіреді. Біз білеміз, иә? Уақытты, мекенді білдіретін сөздер фатхаға аяқталса, соның ішінде дегенді білдіреді. Яғни дәрс уақыты ішінде деген сөз. Дәрс уақыты ішінде немесе дәрс уақытында ла талабу ойнамаңдар. Кім? Айюха таламизатул кусала. Ей жалқау оқушылар, міне кусала деп оқушыларға айтылады. Тек қана жанды ақылы бар адам заттарға қатысты көпшет қолданылады сын есімнің. Хаулай таламизу, әлгі студенттер немесе оқушылар, әл-мужтахидуна, ынталы әлгі оқушылар, мына оқушылар, ынталы мына оқушылар не дейді? Яқрауна дурусахум, сабақтарын, өздерінің дурусахум, өздерінің сабақтарын яқрауна оқып жатыр. Енді үй жұмысына келетін болсақ, осы жерден тоқтатасыздар да бірінші өздеріңіз жасайсыздар. Кәдімгідей отырып, тоқтатып қойып, бірінші өздеріңіз жасап шығасыздар. Сосын барып, мен қазір жасаймын, сонымен тексеріп қарайсыздар, дұрыс па, дұрыс емес па. Бұл ыжтахатты оқушы. Хаза тилмизун мужтахидун. Ол жалқау оқушы. Хуа тилмизун каслану. Немесе бағанағы үйренген жаңа сөздерді қойып айтасыздар. Хаза немесе хуа тилмизун касилун. Немесе хуа тилмизун касулун деп осылай. Әртүрлі сөздерді қойып, әртүрлі сөйлемдер қойып, не деп беретін болсаңыздар, машықтана беретін болсаңыздар, көп сөзді білетін боласыздар, көп сөзді қолдана алатын боласыздар. Бір сөзбен шектеліп қалмаңыздар, иә? Кішкентай терезе. Шуббакун сағирун. Нафиза мен айтатын болсаңыз, нафиза, нафизатун сағиратун. Үлкен есік. Бабун кабирун. Үлкен есікті аш. Аш дегеніміз қалай? Ифтах. Есікті деген үлкен есікті қалай болады? Ифтахил бабал кабира. Ифтахил бабал кабира. Мынау етістіктер келеді ғой, осындай, мысалы, осы жерге мысалы үлкен есіктің орнына мысалы үлкен терезе деп қойыңыз. Сөйтіп ифтах аш-шуббак ал-кабира немесе ифтах ан-нафизат ал-кабирата деп осылай. Бірақ мен айтқандай бүйтіп бөліп сөйлемеңіздер, бірге айтып үйреніңіздер. Ифтахил бабал кабира. Ифтахин нафизат ас-сагирата деген сияқты осылай айтыңыздар. Ескі қаламды бер. Хати. Бер. Хати. Хатил қаламал қадима. Хатил қаламал қадима. Қысқа қалам. Қаламун қасир. Өтпес пышақ. Сиккинун кахам. Кішкентай стакан. Кубун сағирун. Мысалы. Кубун сағирун деген сияқты. Ұзын қаламды ал. Хузил қаламат тауила. Хуз. Ал деген. Хуз. Ал-қалама ат-тауила негізі. Просто соңында сукун болған кезде, ол екі сукун кездескен кезде олай кездеспейді араб тілінде, сол себепті біріншісін касраға өзгертіп, хузил қалама ат-тауила деп айтамыз. Кішкентай орындыққа отыр. Уқуд алал курсийи ас-сағири деп айтамыз. Немесе иджлис алал мақади ал-сағири деп айтамыз. Кішкентай орындыққа. Әй жалқау деген, я айюха әл-каслану, немесе я айюха әл-касулу болады. Айюха мен қосатын болсаңыз. Ал егер де айюха қоспайтын болсаңыз, онда айтасыз, я касулу, я каслану деп айтасыздар. Екі түрлі айтуға болады. Я каслану, немесе я айюха әл-каслану. Я касулу, немесе я айюха әл-касулу деп алифламен айтамыз. Неге оқымайсың? Неге дегеніміз лима. Оқымайсың? Ла тақрау. Лима ла тақрау. Лима ла тақрау. Немесе сабаққа қатысайылатын болса, лима ла тадрусу. Әй ыждахатты оқушы дегеніміз, алифлам айтатын болсаңыз, айюхат тилмизул мужтахид. Айюхат тилмизул мужтахид. Сабағыңды оқы. Иқра дәрсак. Немесе удрус просто. Удрус сабағыңды оқы. Немесе иқра дәрсак. Үлкен есікті ашыңыз. Біз айттық араб тілінде сіз, біз деген нәрсе жоқ. Ояқта кімге, үлкенге де, кішіге де ифтах дейді. Ифтах әл-баб әл-кабира деп айтады. Бірақ кейбір жағдайда адамның жасы үлкен болып біз оны сыйлайтын болсақ, көпше түрмен айтамыз оған. Сөйтіп, ифтаху әл-баб әл-кабира деп айтамыз. Ифтаху әл-баб әл-кабира. Бұл араб тіліндегі сыпайылықтың бір жасалу түрі. Үлкен есікті аштық. Фатахна әл-баб әл-кабира. Фатахна әл-баб әл-кабира. Осы қосып сөйлеп үйреніңіздер. Фатахна әл-баб әл-кабира. Кішкентай шынымен шай іштім. Шарипту шая билфинджани ас-сагир. Кішкентай шынымен. Немесе билкуби сагир.
Şeribtu şaya bil kubis sagir немесе şeribtu şaya bil fincani sagir. Және бұдан басқа сөздерді біз қолдандық, соларды машықтанып қолдансаңыздар болады. Үйді сыпыртқымен сыпыр. Укнусил бейта бил микнасати. Укнусил бейта бил микнасати. Немесе пылесоспен сор дейтін болсақ, тоже самое. Укнусил бейта бил микнасати аль-кахрабаияти деп айтамыз. Жаңа қаламды бер. Хатил қаламал жадида. Хати аль-қаламал жадида. Қыз балаға айтсақ, хати аль-қаламал жадида болады. Иді созастыр соңында. Хати, сосын екі қызға айтатын болсақ, екі ұлға немесе екеуің маған беріңдерші ана дегенде хатия болады. Хатия аль-қаламал жадида. Кішкентай құлың қайда? Айна аль-мухрус сағиру. Айна аль-мухрус сағир. Айна аль-мухрус сағир. Міне бүгінгі дәрісіміз осындай. Хада валлаху а'лам. Субханакаллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астағфирука ва атубу илейк.